Мынау қазір қоғамда қызу талас туғызып жатқан Конституцияның жаңа жобасы. Американың атақты жазушы Марк Твен айтқан екен, мен елімнің саяси киімінің тозғанын көріп, тозды деп айтпасам өзінің елімнің сатқыны боламын деп. Сондай принципке сүйеніп, мен де жаңағы халыққа, жұртқа, қандастарыма өзім пікірімді білдіріп отырмын. Бұл заңмен қудаланбайтын, әркім заңда белгіленген тәртіппенен пікірін білдіруге құқылы. Сондықтан мен өз пікірімді айтайын. Мынау қазіргі кезде мұқым биліктегілер, истеблишменттер, депутаттары бар ішінде, басқа да жоғарғы лауазымды адамдар бар, жанталаса мына жаңа заңды мақтап, мадақтап жатыр. Ал енді осы жерде бір ауыз мысал келтірейін. Қазаққа белгілі академик Майдан Сүлейменов деген конституциялық праваның маманы бар. Сол кісінің айтқан пікірі дұрыс па? Әлде жаңағы 130 адам жиналған, жаңағы абзал айтпақшы, неше түрлі адамдар бар. Өздері не айтып тұрғандарын білмейтін. Осылардікі дұрыс па? Бұл жерде билік не істеп отыр? Билік зорлық жасап отыр. Әбден үйренген 30 жыл бойғы өзінің жаңағы жалған референдуммен, жалған сайлаулар арқылы халықты жаңағы мәжбүрлеп, қорқытып, зорлап айтқандарын істетіп отыр. Ертең бұл конституция қабылданғаннан кейін, қажетсіз конституция, уақытсыз уақытта қабылданған бұл конституция ертең қазақ халқына үлкен қасірет әкеледі. Оны білде қойыңыз. Менің Айдос Сарым деген әріптесім айтқан, 30 жылдан кейін бұл тарихта әлі конституцияны сондай сүйенішпенен қарсы аласыздар, бұл елдің жарқын болашағын ашады деп. Көреміз, ол көріп келдігі шындыққа жанаса ма, жоқ па. Енді тікелей мен өз пікірімді білдіремін. Біріншіден, мынау ана тілі деген мемлекеттік тіл. Ол қазақ жеріндегі мемлекеттік құраушы ұлттың тілі. Жер мен тіл болмаса, мемлекетті болмайтын білесіздер. Осы жерде интернетте жүр, Сағат Әшімбаев деген жаңағы қазақтың үлкен азаматы болған, Мәулен Әшімбаевтың әкесі. Бидеді, жер, тіл болмаса, мемлекет құрайды деді. Одан бұрында ғұламалар айтып жүрген. Енді бұл кісі шатаспайтын шығар. Ал қазіргілер не дейді? Олар басқаша. Мынау жер мен тіл болмаса, мемлекет болмайтын білесіздер. Ал ана тілі ол киелі қасиетті ұғым. Міне қазақ халқының осы жанды буынына зымияндықпен көпі көрінеу опасыздық жасаған мына төмендегі есімдері аталған биліктің шашбауын көтеріп, халыққа сайқалдықпен өтірік айтып, күнә, лағынет арқалағандардың есімдері тарихта қалатын болады. Мен өткенде ол адамдардың барлығын өзімнің жазбамда атап шыққам. Өйткені халықты адастыратыны да, тура жолға бастайтыны да, оқығаны деп айтқан кезінде Жүсіпбек Аймауытов. Енді тікелей бапқа көшейік. Қазақстан бірінші бап, менің ұсынысым. Қазақстан Республикасы былай деп жазылған жаңа жобада. Демократиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтік мемлекет. Мемлекеттің ең жоғарғы құндылығы адам мен оның өмірі, құқықтары мен бостандықтары дейді. Жақсы дейік. Енді бұл жерде меніңше Қазақстан Республикасы демократиялық зайырлының алдында ұлттық деп жазылу керек. Демократиялық зайырлы. Құқықтық деген өтірік. Біздің мемлекетте құқықтық мемлекет құрылмаған. Ал неге дейсіздер ғой? Бұрында болды деп. Айтайын. Қаңтарда 238 адам атылды. Оны ұйымдастырғандар жазадан құтылып кетті. Президенттің маңайындағылар, інілері, жиендері, анаулар, мыналар. Әлі ондай опасыздық жасағандар қаптап жатыр. Бұндай заңсыздық құқықтық мемлекетте болмайды. Сондықтан бұл дегеніңіз қып-қызыл өтірік. Бұл бап бұдан бұрында қызмет істемеген мертвый дейді әлгі, өлі бап. Енді қараңыз, үшінші бап. Мемлекеттік биліктің бірден бір бастауы халық дейді. Мен мынандай қостым. Мемлекетті басқару халық қалауымен шешіледі. Ал енді мемлекеттік биліктің бірден бір бастауы халық деп айтады да, ол референдумменен жаңағы сайлау арқылы жүзеге асады дейді. Ал бізде еш уақытта референдумда, сайлауда халықтың мүддесін көздемеген. Оны өтірік өткізеді,
сосын санайды, халықтың жаңағы жігерін, олардың үмітін бәрін талқанын шығарады да, бәленбай адам дауыс берді деп өздерін білгендерін істейді. Әр азаматтың өз елін басқару ісіне тікелей немесе ерікті түрде сайланған өкілдері арқылы қатысуға құқығы бар деген. Жоқ. Бар емес, ол қақылы қатысуға. Өйткені әр мемлекеттің билігін сол мемлекетте өмір сүрген адамдардың өздері, халық жасау керек. Соның талабы бойынша жасалу керек. Нағыз халық билігі үстемдік құрған барлық адамдар заң алдында бірдей жауапкершілікте болатын және тең құқыққа ие елде ғана әділеттілік орнайды. Қазақстан Республикасы Конституциясының 3 тармағындағы заң талабын бұзып, билікті иемденіп, ұзақ жылдар меншіктенген ат төбеліндей топ заңдарды өздерінің мүддесін қорғауға, үстемдігін жүргізуіне лайықтап жасатты. Және сол заңдар арқылы көпшілікті бағынышты, шарасыз жағдайда ұстады. Сондықтан да қоғамды, мемлекеттік басқаруды өз жеке бас мүдделеріне сай қисық құрылған жүйені түбегейлі өзгерту сол заңдарды өзгертуден басталуы тиіс. Көрдіңіздер ме? Жаңағы қисық заңның барлығын халық өз жөндеп, көп пікірі көл ғой. Пікір көп болса шындық болады. Пікір жоқ болса шындық болмайды. Енді 4-ші бап, осы 3-ші бапты 4-ші бапқа қойған ғой. Жаңа жобасы. Мемлекеттік биліктің бірден бір бастауы және егемендік иесі Қазақстан халқы дейді. Енді бұл жерде Қазақстан халқы деген термин жоқ. Өздеріңіз ойға салып қараңыз. Қазақ халқы бар, орыс халқы бар, Қытай халқы бар. Қазақстан халқы деген жоқ. Бұл жерде қазақ халқы бар. Қазақ халқы деп жазылу керек. Мысалы, осы тармақта преамбула мәтініндегі сөздерге қайшы мынау. 4-ші бап жаңа жобадағы преамбулаға қайшы. Өйткені біз деп жазады преамбулада. Біз бір тұтас Қазақстан халқы дейді. Бұл да өтірік. Бір тұтас Қазақстан халқы жоқ. Мысалы, тәуелсіздік ең қасиетті мейрамымыз. Осы тәуелсіздік күні алаңға тек қана титулдылықтар шығады, қазақтар. Басқа ұлттың ешқайсысы шықпайды. Сонда бір тұтас болды ма? Бұл да мертвый жаңағы жұмыс істемейтін бап. Енді осы преамбулада жазады, ұлы даланың 1000 жылдық тарихының сабақтастығын деп. Осыны көпіртіп мақтайды, тарихи сабақтастықты жазып жатырмыз бәлен түген деп. Ұлы даланың 1000 жылдығы болмайды. Ғасырлар бойғы қазақ халқы анау біздің эрамызға дейін өмір сүрген. Түсініңіздер ме? 1000 жылдық деген өтірік. Ал енді әділетті Қазақстан идеясын және заң мен тәртіп қағидатын ұстанып, азаматтардың құқықтары менен бостандықтарын мүлтіксіз сақталатынын мәлімдеп, міне осыны шұбыртпа, керегі жоқ, Конституцияға жазылмайтын сөздер жазылған. Бұның барлығы қып-қызыл сауатсыздық. Халық билікті жалпы халықтық референдум және еркін сайлау арқылы тікелей жүргізеді. Сондай-ақ ол билігін мемлекеттік органдар арқылы жүзеге асырады дейді. Мен жаңа оны айттым сіздерге. Бізде ешқандай халықтың билігі жоқ. Оны жүзеге асырмайды, оны өздері санайды, өздері зорлайды. Сөйтіп халыққа қарсы өздеріне мүдделі заң қабылданады. Енді үшінші тарауда тармақта бүйтіп жазылады. Қазақстан Республикасында билікті ешкімде иемденіп кете алмайды. Өтірік. Қазақстандағы билікті 30 жыл болды Назарбаев иемденіп кетті. Оның қасындағы барлық саяси элита иемденді. Туған туысқандары, қала берісі депутаттар, биліктегі адамдар, биліктің әлгі заң шығарушы, атқарушы, сот билігіндегілердің басшылардың барлығы біздің Қазақстандағы билікті иемденіп кеткендер. Міне билікті иемденіп кету заңмен қолданылады дегенге нүкте қою керек те, ары қарай халық пен мемлекет атынан Қазақстан Республикасының президенті, сондай-ақ конституциялық өкілеттілігі шегіндегі Қазақстан Республикасының құрылтай әрекет етеді дейді. Міне бұл жерде тоқтаймын. Құрылтай әрекет, енді парламенті ғой, Қазақстан халқының атынан дейді. Көріп отырсыздар ма? Ал бізде қазіргі есеп бойынша 14 миллион электорат сайлаушы бар. 14 миллион электораттың миллионға жуығы ғана 7 партияның мүшесі. Қалғаны вообще сайлауға қатыспайды. Сайлауға қатыстырылмайды. Сайланбайды. Түсініңіздер ма?
Ал енді бұл жерде қайда айтып тұр? Жаңағы халық пен мемлекет атынан Қазақстан Республикасының президенті. Қып-қызыл өтірік қой. Қайшылық па? Қайшылық. Халық пенен мемлекет атынан. Халықтың жаңағы 14 миллионның 12 миллион электорат сайлауға қатыстырылмайды, қатыспайды. Сонда қайдағы атынан? Айтыңыздаршы. Қазақстан Республикасының үкіметі мен өзге де мемлекеттік органдар өздеріне берілген өкілеттік шегінде мемлекет. Олар жаңағыдай приписка жасайды. Бұрап, бәрін қорқытып жатыр қазір. Интернетті шулап жүр. Біз жаңа конституцияны қабылдаймыз. Оны өздері де білмейді. Ол конституция не жазылған. Ертең алдарынан шығады да, сонан кейін бармақтарыңды тістейсіңдер. Қазақстан Республикасының мемлекеттік билікті біртұтас және ол заң шығарушы, атқарушы сот тармақтарына бөліну, өзара іс-қимыл жасау қағидатына сәйкес конституция мен заңдар негізінде жүргізуге асырылады дейді. Тыңдаңыздар. 4-ші тармақ. Қазақстан Республикасының мемлекеттік билік біртұтас және ол заң шығарушы, атқарушы сот тармақтарына бөліну. Біртұтас болғаннан кейін жаңағы заң шығарушы, атқарушы сот тармақтарын бөлу, іс-қимыл жасау қағидатына сәйкес дейді. Сонда қалай болды? Биліктің 3 тармағы мемлекеттік билік деп аталынады. Бұл 3 тармақ жеке дербес өмір сүреді. Бір-біріне бағынбау керек. Сондықтан мына жердегі біртұтас деген өтірік. Біртұтас деген сөзден кейін 3 тармаққа бөлу қайшылық туғызып тұр. Ұсыныс: Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік билік заң шығарушы, атқарушы сот тармақтарына бөлініп әрекет етеді. Өзара іс-қимыл жасау деген сөз тіркесі олардың арасындағы тежемелік, тепе-теңдік принципке қайшы. Қазақстан Республикасында мемлекеттік билікті ешкімді иемденіп кете алмайды. Билікті жеке адамның және аз ғана топтың иемденіп кетуі бойынша қудаланады дейді. Бойынша деген сөзді заңменен қудаланады деп жазу керек. Бұл жерде бойынша деген сөздің заңмен деген сөзбен ауыстырылуы тиіс. Енді жеке адамның және аз ғана топтың иемденіп кетуі дейді. Әлі күнге дейін иемденіп кетіп отыр. Сіздер ойлайсыздар ма? Назарбаев кеттен бітті деп. Қазір саяси истеблишмент, саяси элита барлық Қазақстандағы мемлекеттік билікті иемденіп отыр. Кім қарсы шығады? Қарсы шығыңыздар. Пожалуйста, бәріне жауап бере аламын. Халықтың еркі мемлекет билігінің негізі болуы тиіс. Тыңдаңыздар. Бұл ерік мерзімді және бұрмаланбаған сайлау арқылы жүзеге асырылуы тиіс. Сайлау жалпыға бірдей тең сайлау құқығы негізінде жасырын дауыс беру жолымен өткізілуі тиіс. Барлық халықтар өзінің мемлекеттік құрылысын өздері шешуге құқылы. Ал ол үшін сайлауға барлық электорат қатысу керек. Жаңағы қатыстырылмаған 12,5 миллион электорат сайлауға қатысып дауыс беру тиісті. Солардың дауыс беру нәтижесінде жаңағыдай ақиқат, заңдылық шығады. Қазақстанда 30 жылдан астам билеп төстеп мемлекеттік биліктің 3 буынында бір өзі иемденіп узурпациялау дейді оны. Аты бар, заты жоқ, өзінше демократия құрған Назарбаевтың тәсілі бүгінде жалғасуда. Бүгінде мемлекеттің шар басындағы, Тоқаевтың маңайындағы топ, бұлардың ішінде парламент депутаттары мен судьялар, прокурорлар да бар. Иесі халық болып табылатын мемлекетті лауазымдарын арқаланып, олигархиямен будандасқан азғын топтың қолына шоғырланып отыр. Қазақстанда мемлекеттік билік жоқ, ол узурпацияланған. Енді қазіргі шу болып жатқан 7-ші бап пен 9-ші бап. 7-ден 9-ға көшті ғой. Қазақстан Республикасында мемлекеттік тіл қазақ тілі. 1-ші бап, 1-ші тармақ. 2-ші мемлекеттік ұйымдарда және жергілікті өзін-өзі басқару органдарында орыс тілі ресми түрде қазақ тілімен бұрын тең деп еді, қазір қатар деп өздерінше мәз болып отыр. Біз үлкен жеңілдік жасады. Айналайындар, егер конституцияны қазақша жаздық деді ғой Карин. Тыңда. Бұл тең қатар қолданады деген сөз мемлекет тіл деген сөздің мәртебесін түсіріп тұр, төмендетіп тұр. Қалайша мәртебесі жоғары мемлекет тіл ресми тілменен тең болады, немесе қатар болады. Бұл жаңағы мемлекеттік статусы бар деген, мемлекет мәртесі бар деген сөзді түсіріп тұр. Ұсыныс: мемлекеттік ұйымдарда және жергілікті өзін-өзі басқару органдарында орыс тілі және өзге тілдер мемлекет тілге аударылып қолданылады. Мен осылай ұсыныс беріп отырмын. Өйткені қоймай қойды ғой. Мынау қазір қағаз іс жүргізетін биліктегілердің бәрі орыстар, қазақтар, солардың өздері қарсы шығып отыр бұған. Сондықтан альтернативный балама ретінде 2-ші тармақты былай өзгертіңіздер. Мемлекеттік ұйымдарда және жергілікті өзін-өзі басқару органдарында орыс тілі және өзге тілдер мемлекет тілге аударылып қолданылады. Бұнда мемлекет тілдің мәртебесіне нұқсан келмейді деп ойлаймын. Мемлекет тіл дегеннің
жанында жақша ішінде ресми тіл деп жазылып тұр. Жаңағы бұрынғыда мемлекет тіл деген тілдік мәртебе, адамның аты секілді. Ол ресми тіл дегеніміз оның қолдану мүмкіншілігі, яки ол ресми түрде мемлекет ішінде барлық жерде қолданылады деген білдіреді. Сонда екеуінің бір-бірінен ешқандай айырмасы болмайды. Түсіндіңіздер ме? Жаңағы қатар тең дегеннің барлығы раз ресми тіл болғаннан кейін оның барлығында жаңағы бұрынғыдай қалыпқа түсеміз. Ғалымдардың зерттеуінше тілдің өлуі өте ұзақ процесс екен. Бірталай уақыттан және негізінен 5 сатыдан тұрады. Ал былайша айтқанда тілдің өлуі үшін 4 ұрпақ ауысу керек. Бізде 2 ұрпақ ауыстылады дебарсация кейін. Міне қазір өздеріңіз байқап отырсыздар маңайларыңызды. Мына биліктегілердің өздері қазақ тіліне қарсы шығып отыр. Ешбір орта азиялық мемлекеттерде, басқа елдерде орыс тілін мынандай мәпелеп асырып қойған жоқ. Көрдіңіздер ме? Біздегілер өздері қолынан өздері беріп, еще мына ұлтшыл қазақтарға, шынайы қазақтарға қарсы шығып, неше түрлі жиналыс ашады, неше түрлі жаңағы флешмоб жасайды. Міне биліктегілердің өздері саяси сауатсыздық танытып, өз ұлтына қастандық жасап отыр, опасыздық жасап отыр. Әлем мойындаған заңгер бар, Марий Туллий Цицерон деген. Міне осы кісі айтыпты, жаңағы заңды сол мемлекеттің халқы жасайды. Енді одан артық емес шығарсыздар. Мемлекет ол халықтың ісі деген. Мемлекетті халық өздері құрайды. Бізді құрғызбайды. Қазір неше түрлі ұйымдастырып, міне 30 жыл бойды қорлап отыр. Ал енді заң деген, мынау тумасынан, жаратылысынан пайда болған заңға қайшы шықса, ол заң емес деген. Бұл туралы Міржақып Дулатов айтқан. Заң әдет ғұрыпқа қайшы келсе, үлкен аяққа тар етік кигендей бірдей деген. Көрдіңіз бе? Тар етік киіп көріп жүріңізші. Мүмкін емес. Сол сияқты біздің менталитетке, біздің дәстүрімізге қарсы шығу деген. Енді 95 жылғы 32 бап. Қазақстан Республикасының азаматтары бейбіт әрі қарусыз жиналуға, жиналыстар, митингілер мен демонстрациялар, шерулер өткізуге және естеріңіз салам, тосқауылдарға тұруға қақылы, қажетті қорғаныста. Бұл құқықты пайдалану мемлекеттік қауіпсіздік, қоғамдық тәртіп, денсаулық сақтау, басқа адамдардың құқықтары мен бостандықтарын қорғау мүдделері үшін заңмен шектелуі мүмкін. Айналайындар, сауатты адамдар, Конституцияда, заңда еш уақытта мүмкін деген сөз жазылмайды. Бұл обязан, міндетті талап қойылып жазылу керек. А мына жерде заңмен шектелу мүмкін дейді. Енді 30 жыл бойы осы 32 бапты бізді қанымыз ішіп келді. Мынандай. Қазақстан Республика азаматтарының бейбіт жиналыс, митинг, демонстрация өткізу құқығы бар. Бұл құқықты пайдалану конституциялық құрылыс негіздерін, адам құқықтары менен бостандықтарын қорғау, ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, қоғамдық тәртіпті, азаматтардың денсаулығы мен қоғамның адамгершілік болмысын сақтау мақсатында шектелуі мүмкін дейді. Бұл жаңа бап, 30 бап. Не ұқтыңыздар? Қайталап айтып шығайын. Қазақстан Республикасы азаматтарының бейбіт жиналыс, митингі, демонстрация, пикетті алып тастапты, өткізуге құқығы бар. Бұл құқықты пайдалану конституциялық құрылыс негіздерін, адам құқықтары менен бостандықтарын қорғау. Бұл екеуі бір мағынада айтылған. Түсіндіңіздер ме? Естеріңізде болсын. Біреуі лишний. Ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, ол да жаңағыны қайталайды. Қоғамдық тәртіпті, азаматтардың денсаулығы мен қоғамның адамгершілік болмысын сақтау мақсатында шектелуі мүмкін дейді. Айналайындар, денсаулықтың қандай қатысы бар? Бұл соғыс алаң емес қой. Енді мына жерде Американың 3-ші президенті 1776 жылы тәуелсіз декларацияның авторы, республикалық партияның негізін салған Томас Джефферсон былай деген. Өткендегі тәжірибе көрсетіп отырғандай, адамдар билік тарапынан жасалатын қиянатқа, әділетсіздікке, зорлыққа белгілі бір дәрежеде дейін көніп, шыдамдылық білдіріп төзеді. Алайда билік халыққа зорлықтар мен заңға қайшы қиянаттарды осы жағдайда жиілетіп, оларды шексіз билеу мақсатымен қатыгездіктерге барып, күш қолданып ашындырса, халық ондай зұлым билікті ауыстырып, орнына өздерінің қауіпсіздіктерін қамтамасыз ететін үкімет орнатуға міндетті әрі қақылы болады деген. Түсіндіңіздер ме? Міне, бұны Джефферсон Американың конституциясы азғанда 12 рет өзгертті ме? Соның екінші өзгерісін осыны енгізген. Әлі күнге дейін осы бар, сақталған.
Ал енді заң қалай нормаланып жазылса, сол мәтінде бұлжымай орындалуы тиіс. Бұл әлемдік стандарттағы қағида. 32-ші баптағы 95-ші митингілер мен демонстрациялар, шерулер өткізуге және тосқауылдарға тұруға қақылы. Қақылы деген сөзбенен мүмкін деген сөздердің бір бапта қолданылуы арасында қарама-қайшылық бар. Қақылы болғаннан кейін ол мүмкін болмайды. Естеріңізде болсын. Қақылы құқылы болған соң ол рұқсат етілген деп саналады. Одан кейін заңмен шектелуі мүмкін деп қисынсыз құқық беріледі деп көрсетілген. Ал бұл берілген құқық екінші сөйлеммен шектелуге тиісті емес. Ата заңның 32-ші бабындағы осы екі сөздің қолдануы біріншісі екіншісін мойындамайды. Яғни аталған бап шикі. Міне 30 жыл бойы осы бапты қолданып бізді жаңағы шеру митингіге шығармай қойды. Ал мысалы мемлекеттің санитарлық бақылауынан өтіп рұқсат етілген етті жеген соң оларға жеген еттеріңде жаман ауру тарататын вирус кетіп қалу мүмкін деп айту қаншалықты қисынды. Айтыңыздаршы. Әрі заңды болады. Қисынсыз, әрі заңсыз. Бұл жерде бұл құқықты пайдалану мемлекеттік қауіпсіздік, қоғамдық тәртіп, денсаулық сақтау, басқа адамдардың құқықтары мен бостандықтарын қорғау мүдделері үшін заңмен шектелуі мүмкін дейді. Сондықтан бұл жерде қақылы құқылы болған соң ол одан кейін мүмкін болуға тиісті емес. Бұлай жазу қисынсыз зорлық. Заңның негізгі мәнін саналы түрде сайқалдық тәсілмен бұрмалау болып табылады. Бұл жерде парламент депутаттар осындай құйтырқы заңды қабылдау арқылы Қазақстан халқына сатқындық жасады. Халыққа қарсы осы заңды шығарған парламент депутаттары халыққа опасыздық жасағандар деп саналып, тұтас отставкаға кетірілу керек еді кезінде. Келесі парламентке бұлар сайланбасын. Енді бұл жерде қоғам белсенділері күні түні аңдып митингіге шығуға жеткізбей, үйлеріне заңсыз ұстап, зорлықпенен олардың жеке басын, қадір қасиеттерін қорлап, малша сүйрелеп, полиция бөлімдерін апарып, қамау себебін өзге адамдардың құқығын қорғауға жатқызу абсурдтың абсурды. Жаңағы бап бойынша айтып тұрмын. Өзінің заңмен бекітілген азаматтық пікірін білдіру митинг арқылы жүзеге асады. Ал бұл жерде қоғамдық тәртіп қалай бұзылады? Кім бұзады? Жалпылама қисынсыз жазылған сылтау. Осы 32-ші бапта денсаулықты сақтау деген қисынсыз орынсыз сөз тіркесі жазылған. Бұл адасқан сөз, тіркесін қолданудың мақсаты екендігі жазылмаған. Алайда әлемдік қағиданың демократиялық принципіне ашық қарсы шыға алмаған соң, заң шығарушы опасыздар митингіні соғыс алаңына бағалап, халықты үркітіп, үрей туғызу үшін әдейі қолданған. Міне 32-ші бапта осындай 30 жыл бойы халықты жаңағы қинап келді. 32-ші бапта құқықты пайдалану заңмен шектелу мүмкін деген жазылған. Мәртебесі қатардағы заңдардан жоғары тұратын Конституцияның 32-ші бабында көзделген қақыға ие болған адамның құқығы өзінің мәртебесі төменнен заңмен шектелу мүмкін емес. Бұл парадокс. Жаратылысынан, тумасынан берілген ажырамайтын құқықтар бұл адамның табиғатымен айқындалатын құқықтар мен бостандықтар жиынтығына жатады. Енді мынау Қазақстан Республика азаматтарының тікелей және өкілдері арқылы басқару дейді. Жаңа ол туралы біраз айттым. Енді бұл жерде айтатын көп еді, бірақ уақыттың жаңағы ұзақ кетті енді халықтар. Мен осыменен аяқтаймын енді. Бірақ бір қол тиген кезде реті келсе тағы да бұл мәселелерді жалғастырармыз. Бірнеше баптар бар әлі. Қазақтың